Қытайдың велосипеді. Қытайдікі. Мынау камера Қытайдың. Әсте жамалмайды екен. Клеймен ұстамайды екен. Мынаған наждак тигізуге болмайды. Наждачный қағазды, қайрақты тигізуге болмайды екен. Үріп кетеді сол жерде. Жамаған кезде бұны бірінші кесілген жерді, жыртылған жерді, мынаны былай жыртылған, міне былай ғана жыртылып кеткен. Сол жыртылған жерге бензинді бір жағып өтесің. Біраз тұрғаннан кейін екінші рет жағасың. Үшінші рет жағанда мына шлангы ғой, мына камера. Сол борсиды екен бүйтіп. Көпіріп. Соның бетіне былай езіп не жағасың. Сырой резина. Мен ашып көрсетейін. Міне. Сырой резина дейді. Осыны жағасыңдар осылай. Нанға қаймақ жаққандай, нанға май жаққандай. Сосын жаңағы тесіктің айналасын жағып шығасыңдар да. Тесіктің айналасын, жыртылған жердің айналасын жағып шығасыңдар бүйтіп. Жарты миллиметрға бүйтіп жұқалап жағып шығасыңдар. Енді үстіне оны қайтадан андай камера салып керек жоқ. Мен камера салған басында. Оның үстіне қайтадан сол көлемдегі сырой резина дейді ғой, шика резина. Соны қайтадан саласыңдар бүйтіп, айналдырып. Үстіне жағаның үстіне бензинге батырып, қолдарыңа жұмсын береді, соны саласыңдар. Жұқағаны қағаз қоясыңдар да, астына мынандай тақтай, үстіне мынандай темір қоясыңдар. Сосын бұны отпен қыздырмайсыңдар, оны отпен қыздыруға келмейді, өртеніп кетеді анау. Мынаны 200 градус строительный фен дейді. Соны мына жерді бұлай күйдіріп, ысытып шығасыңдар. 200-250 градус, 300 градуспен ақырын ғана су тамыз қалғанда жүгіріп отырса болды ғой, пышылдап. Солай жазасаңдар. Сонда анам сырой резинамен, мынаның өзі сыройна. Бензин тексеріп кететін. Солай жапсырасыңдар да, сосын суығаннан кейін аласыңдар. Сонда бұл жапса береді екен. Істеп жүре береді енді. Ана сырой резина анаған сіңіп кетеді ана. Үстіне қайтадан басқа бір резина қойсаңдар, бұл жапыспайды ол. Онда борсу керек, ал